Қош келдіңіздер, құрметті мектеп оқушылары. Бейне инженер кім екенін және оның кинодағы рөлі қаншалықты маңызды екенін білесіз бе? Бұл жұмыс қиындықтан қорықпайтындарға арналған. Ол фильмді, клипті немесе кез келген басқа бейнені монтаждаумен айналысады. Айтпақшы, тіпті Instagram немесе TikTok-тағы бейнелерді де кейде өңдеуді қажет етеді. Алдымен анықтап алайық. Өңдеу дегеніміз кинематографиядағы, теледидардағы немесе дыбыс жазу студияларындағы шығармашылық және техникалық процесс. Француз тілінен монтаж сөзі байланыс, жинақтау деп аударылады. Бұл сөз бейне инженер жұмысының мәнін өте көрсетеді. Өңдеу көмегімен сіз бейненің немесе дыбыстың кез келген фрагменттерін біріктіріп, бір композициялық тұтас жұмысты ала аласыз. Бейне монтаждау бұл кадрлардан толыққанды фильм жасалатын процесс. Мамандық қалай пайда болды? Бейне инженер мамандығы 19 ғасырдың аяғында шын мәнінде кинематография дүниеге келген кезде пайда болды. Сол кезде де адамдар фильмнің сюжетіне түзетулер енгізу туралы ойға келді. Америкалық режиссер және сценарист Уолтер Мурч фильмді монтаждау аспаздық, оркестрлік, дирижерлік және медициналық хирургияның үйлесімі сияқты деген. Бұған дейін фильмдер түсірілетін. Бұл ұзын, икемді фотосезімтал таспа. Оның жиектерінде кинокамералардағы пленканы жылжыту үшін қолданылатын арнайы тесіктер, перфорациялар бар. 1889 жылы фрагменттерге оңай кесіліп, содан кейін режиссердің жоспары бойынша желімделетін берік серпімді пленка ойлап табылды. Кеңестік кезеңдегі кинохроникалардың өте көп саны бүгінде Қазақфильм қорында сақталған. Бұл көркем фильмдер, деректі фильмдер, анимациялық фильмдер. Елестетіп көріңізші, бұл 25 мың қорап. Әр қорапта 12 фильм, яғни 25 мыңнан астам фильм бар. Бастапқы пленка роликтерінің диаметрі 18 сантиметр болды және 120 метр пленка сияқты. Мұндай орамда пленканың шамамен 20-25 минуты сақталады. 20 ғасырдың басында монтаж кино түсірудің маңызды көркемдік элементіне айналды. Сол кезде ғана фильмнің монтажы кадрлармен бірге фильмдерді қиып желімдеуден тұрады. Жұмыс қолмен орындалды. Түсірілім пленкасы кесіледі. Содан кейін арнайы өңдеу үстеліндегі пресс көмегімен жоспарланған дәйектілікпен желімделген. Бейне магнитофондар пайда болған кезде фильмді монтаждау процесі күрделене түсті. Көп мөлшерде желімдеу фильмді қысқа мерзімде етті. Электрондық редакцияны ойлап тапқан кезде жағдай айтарлықтай өзгерді. Жұмыс істеу әлдеқайда жеңіл болды. Содан бері бұл аймақ толығымен өзгерді және бүгінде үлкен пленканың орнына бізде гигабайттық бейне материалды сақтайтын шағын флеш диск бар. Бейне инженер мамандығы бір мезгілде шығармашылық және техникалық білім мен заманауи бағдарламалардың арқасында сіз түп нұсқалардан мүлдем басқа шедеврлерді жасай аласыз. Айтпақшы, көптеген фильмдер жақсы монтаждың арқасында ғана сақталды. Әйтпесе, бұл тарихтағы ең қызықсыз фильмдер болар еді. Көптеген режиссерлер фильм түсірілім басталар алдында олардың санасында бар екенін айтады. Ал бейне инженер режиссердің идеясын ғана орындайды. Көбінесе олар дайын орнату жоспарымен қамтамасыз етіледі. Деректі фильмдер мен теледидарда бейне инженерге толық дерлік еркіндік беріледі. Көбінесе фильм монтаждау кезінде қалыптасады. Видеоинженердің жұмысы құрылымнан тұрады. Фильмнің режиссері өз идеясын баяндайды, міндеттер қояды, ал бейне инженер қойылған мақсаттарға сүйене отырып, фильмнің нобайын жинайды. Бұл процесті монтаждау режиссері қадағалайды. Қарапайым жобасы құрастырылғаннан кейін тазалау және қайта өңдеу процесі басталады. Әрбір кадр, екпін, дыбыс, әсері және тағы басқа талқыланады. Фильмді монтаждау оңай емес, бірақ бұл әрқашан фильмнің режиссері, авторы, бейне инженері және монтаждау директоры арасындағы шығармашылық ынтымақтастық. Бейне инженерлері бүгінгі күні 3 санатқа бөлінеді. Интернет-контентке арналған бейне инженер. Олар әртүрлі сайттар, Instagram аккаунттары, YouTube бейнелері, интернет-дүкен өнімдері және тағы басқа материалдарды өңдейді. Екінші топ теле-радио хабарларының бейне инженерлері. Олардың жұмысы әртүрлі камералардан тікелей эфирде жүзеге асырылады. Мұнда сигналдың эфирде берілуі, реттілігі сол жерде анықталады.
Сондай-ақ олар жаңалықтар мен ойын-сауық бағдарламалар үшін әңгімелер жинайды. Соңында үшінші санат фильмдер мен телефильмдердің бейне инженері. Ол көркем және деректі фильмдерге мониторинг жүргізеді. Көптеген өнер қайраткерлері фильм түсіруде монтажға баста рөлді береді. Өйткені монтаждау барысында фильмді жаңа мағыналық рөлге салуға болады. Ол тіпті бастапқыда жоспарланбаған. Кез келген басқа мамандықтағы сияқты оның жақсы және жаман жақтары бар. Артықшылықтары атақты адамдармен жұмыс істеудің беделін және жақсы табыстарды қамтиды. Жағымсыз жағы жиі сапарлар, демалыс күндерінің болмауы, кейде мүмкін емес нәрсені талап ететін директорлармен тіл табысу үшін үлкен шыдамдылық қажет. Бейне инженер жұмысы ынталы, зейінді, коммуникативті және ұйымшыл адамдарға қолайлы. Бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сізді әдеттегідей сұрақтар күтіп тұр. Бірінші сұрақ. Француз тілінен монтаж сөзі қалай аударылады? Екінші сұрақ. Икемді кинопленка қай жылы ойлап табылды? Үшінші сұрақ. Фильмді монтаждау аспаздық, оркестрлік және дирижерлік және медициналық хирургияның үйлесімі сияқты сөздерін кім айтты?